Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Сауат ашу сабағына қош келдіңіздер. Балалар, экранға назар аударайықшы. Жібек немен айналысқысы келеді екен? Гимнастика, жүгіру, секіру, лақтыру, сырғанау. Жібектің немен айналысқысы келетін сабақтың барысында білеміз. Жақсы балалар, сонда осының барлығын бір сөзбен не деп айтамыз? Иә, әрине, спорт деп айтады екенбіз. Олай болатын болса, бүгінгі сабақтың тақырыбы спорт денсаулық кепілі. Заттың қимылын білдіретін сөздер. Бүгінгі сабақта білетініміз спортшылар және олардың айналысатын спорт түрлерін білу. Мәтіннен заттың қимылын білдіретін сөздерді анықтау және оларды қолдану. Келесі мәтінге назар аударайық. Кәне, барлығымыз бірге оқып көрейік. Жүгіру, секіру, лақтыру, гимнастика, осының бәрі спорт түрі. Ал спортпен айналысатын адамды спортшы деп атайды. Олардың үздіктерін анықтау үшін жарыстар өткізіледі. Ең бастысы жарыс олимпиадалық ойындар. Қазақстан өз олимпиада чемпиондарын мақтан етеді. Сонда балалар, жібек кім болғысы келген екен? Иә, әрине, олимпиада чемпионы болғысы келген екен. Спорт адамға не береді? Иә, балалар, спорт адамға күш, қуат, денсаулық береді екен. Спорттың түрлерін атайық. Спорттың түрлеріне волейбол, баскетбол, футбол, бокс, осының барлығы спорттың түрлеріне жатады екен. Жақсы. Келесі сұрақ. Қазақстанның қандай спортшыларын білесің? Оларды атап көріңдерші. Жақсы балалар, сендер атап көрдіңдер деген ойдамын. Олай болатын болса, мына суреттерге назар аударайық. Бірінші суретте Жақсылық Үшкемпіров. Екінші суретте Илья Ильин. Үшінші суретте Бекзат Саттарханов. Төртінші суретте Ольга Шишигина. Осы кісілердің барлығы Қазақстанның үздік спортшылары. Бұл кісілерді біз мақтан етеміз. Осы суретке байланысты мәтін берілген екен. Осы мәтіннен заттың қимылын білдіретін сөздерді анықтаймыз. Кәне балалар, сіздерге уақыт берілді, ойланып көрейік. Жақсы балалар, кәне өзімізді тексереміз. Бірінші сөйлемді оқимыз, одан кейін табамыз. Жақсылық Үшкемпіров еркін және қазақша күреспен айналысқан. Осы сөйлемде іс-қимылды білдіретін сөз қай сөз? Иә, дұрыс айтасыңдар, айналысқан. Келесі сөйлем. Илья Ильин ауыр атлетиктер сайысында жылқа көтеруден 185 килограмм көтерді. Іс-қимылды білдіретін сөз көтерді. Келесі сөйлем. Бекзат Саттарханов мықты бокстасты және Олимп шыңын бағындырды. Іс-қимылды білдіретін сөздер бокстасты, бағындырды. Келесі сөйлем. Ольга Шишигина 100 метр кедергіден секірді. Іс-қимылды білдіретін сөз секірді. Осы мәтіндегі айналысқан, көтерді, бокстасты, бағындырды, секірді деген сөздердің барлығына не істеді деген сұрақ қойылады.
Жақсы балалар, ережені қайталап көрейік. Заттың қимылын білдіретін сөздер етістік деп аталады. Сұрақтары не істеді, қайтты деген сұрақтар қойылады. Мысалы, келді, жазды, өсті деген сөздер жатады екен. Кәне балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Семантикалық картада берілген сөздерді талдаймыз. Бірінші бағанда заттың атын білдіретін сөздер, екінші бағанда бас әріппен жазылатын сөздер, үшінші бағанда заттың қимылын білдіретін сөздер. Осы үш қатардағы сөздерге келетін тиісті сөздерді тауып жазасыңдар. Ал кеттік. Ойланамыз. Жақсы балалар, олай болатын болса, тапсырманы тексеріп көрейік. Бірінші бағанда заттың атын білдіретін сөздер. Қандай сөздер жатады екен? Бекзат, спорт, Илья, денсаулық. Екінші бағанда бас әріппен жазылатын сөздер. Бекзат, Илья. Заттың қимылын білдіретін сөздер. Көтерді, жаттықтырды. Кәне балалар, көтерді, жаттықтырды деген сөзге сұрақ қояйықшы. Не істеді? Көтерді, жаттықтырды. Осы сөздер заттың қимылын білдіретін сөздер екен. Олай болатын болса, сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта біз бейнематериал бойынша сұрақтарға жауап бердік. Сөйлемдегі заттың қимылын білдіретін сөздерді анықтадық. Семантикалық картада берілген сөздерді талдадық. Жақсы балалар, бүгінгі сабақ барлықтарыңа түсінікті болды деген ойдамын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.